Таңқурай раушангүлділер тұқымдасының бір түрі. Жемісінің құрамында қант, пентон, органикалық қышқылдар, С, А витаминдері, хош иісті заттар бар. Таңқурай құрамында адам ағзасы үшін пайдалы заттар өте көп, атап айтқанда, аскорбин қышқылы, глюкоза, органикалық қышқылдар, спирттер, кетондар, ақуыздар, пектиндер, азот қоспалары, илік заттар, С, А топ дәрумендері бар. Таңқурайдан жасалған қайнатпаны дене қызуын түсіруге, несеп жүргізуге, бүйрек тасын шығаруға, іш ауруына, қант диабетіне, өт айдауға пайдаланады. Гемоглобин мөлшерін арттыру, қан тоқтату, суық тигенде дене қызуын басуға, іш тоқтатуға, қан аздыққа, жүйке ауруларына, бронхитке, жөтелге қарсы қолданады. Ем болатын аурулары және қолданылуы төмендегідей. Қарттар денесінің әлсізденуіне, несептің дамыл келуіне, таңқурай 15 грамм, сары мия 15 грамм, жаужұмыр 10 грамм, тәует сіркесі 10 грамм, лүңгуден 15 грамм, бұғы мүйіз желімі 10 грамм, әлбұршақ 10 грамм суға қайнатып ішеді. Бала шыжыңына таңқурай, тәует сіркесі және айноланың әрқайсысынан 10 граммнан суға қайнатып ішеді. Белсіздікке, шауқаттың тоқтамауына таңқурайға көбінесе тәует сіркесін және тұңғиық гүл жіпшесін қосып қолданады. Бауыр қабынуға, таңқурай тамырынан 50 грамм суға қайнатып ішеді. Таңқурайды қолдану мөлшері тұқымынан 5-10 грамм, тамырынан 1-3 грамм шамасында болады. Таңқурайдың өзі ғана емес, оның тамыры да дәрі болады. Таңқурай тамырын жаз және күзде тамырын қазып алып, топырақтан тазартып, тамыр қабығын сыдырып тастап кептіреді. Таңқурай тамыры қан құсуға, анустан қан шығуға, ақ кірге, іш өтуге, шауқа тоқтамауға, қан сорғалап тоқтамауға, балаларға қызыл шығып айыққаннан кейінгі қотырға және қышыма қотырға, тұмауға, созылмалы іш ауруға, безгекке ем болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қазақ медицинасына тән пайдалы кеңестер. Құрметті тыңдармандар, біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған көптеген пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар.